Гуаданаму қорғаушылары. Джек және құпия карта. Қорғаушылар емтиханына дайындықпен өткен бұл апта сендерге ұзақ боп көрінгенін білем. Бірақ бәрі аяқталуға жақын. Болды. Физика пәнінен емтихан тапсырсақ, биология мен бағдарламалау қалады. Естідіңдер ме, достар? Оқуға кірісейік. О! Я! Алақай! Осында қызықты оқиғаларды өте жақсы көретін қорғаушылар бар деп естіп едім. Джек! Мынау Нанивуну орманның қойнауынан әкелінген. Мәссаған! Ал мынау Аквабел патшайымның сыйлығы. Ал мынау не? Мына нәрсеме жай отбасымызда бұрыннан сақтаулы жұмбақ бойтым бар. Қандай керемет! Мен де зерттеуші болғым келеді. Жарайды, қорғаушылар, аяқтайық. Ертең тағы біраз дайындалуларың керек. Жарай ма? Профессор, бірақ... Ағам еш өзгермепті. Қашанда өте жауапты. Оқу, оқу, оқу. Бірақ ол өте дұрыс айтады. Ұйықтайтын уақыт болды, жас зерттеушілер. Ғажап! Джек сондай керемет! Профессорға да мүлде ұқсамайды. Я, мүлде өзгеше. Ол анда не істеп жатыр? Ей, тұрыңдар, достар. Герли, түн ортасы болды ғой. Сендер де жүк салғыштан Поганың сұлбасын көріп тұрсыңдар ма? Джек кетіп барады. Пого қызық оқиғалардан бас тарта алмайды. Иә, ол ғана емес. Бұл не? Түсінсем бермассың. Арнаулы үйге ұқсамайды. Жарайды. Ұйқы сұраған жолаушысыңдар ғой. Несін сұрайын? Мәссаған, ежелгі Эко пирамидасы. Не, сен пирамида жайлы білесің бе? Әрине, біз қорғаушымыз ғой. Талай қызық оқиғаға тап болғанбыз. Жарайды, менімен бірге келгендерің де жақсы болған шығар. Мәссаған, бұл картаны қайдан алдың? Бір-екі апта бұрын белгісіз жолаушы беріп кетті. Тоқта, мен бұл белгіні бір жерден көрдім. Мына белгіні айтасың ба? Мен ғасырлар бойы шешілмеген жұмбақтың жауабын таппақпын. Бірақ сендерге ол қызық болады деп ойламаймын. Солай ғой, а? Қызық болғанда қандай? Онда алға. Бізді талай қызық күтіп тұр. Білесіңдер ме, мен де мықты болалам. Күлкілі әрі тәуекелшіл болалам. Мінекей. Міне, ойламаған жерден қызық қуып сапарға аттанғым келді. Бұдан артық не болуы мүмкін? Кеттік! Қызық оқиғаларға! Қызық оқиғаларға! Ояныңдар маубастар! Не? Джек, ішім бір жамандықты сезіп тұр. Мұнда қауіп қатер көп.
менің соңымнан жүріңдер, ешқайда кетпеңдер. Жатыңдар! Секір, секір, секір! Сары, қызыл, жасыл! Көрли. Рахмет, Көрли. Кей тастарды басуға болмайтын еске салғаның үшін. Оқас жоқ. Өкінішке қарай, бұл жол тұйық екен. Көрдіңдер ғой. Бәрің жоғарыға шығыңдар, мұнда шығатын жер бар. Бірақ ол жерге қалай көтерілеміз? Мен білем. Джек, сенде су бар ма? Шөл дедің бе, балақай? Жоқ. Мына шырмауықпен жоғары көтерілуге болады деп ойлайын. Ұстаңдар. Бәрің жоғарыға. Мыналармен есік ашуға болатын шығар. Қолымнан келді. Алдымен, ретін біліп алудың қаншақты маңызды екенін еске салғаныңа рахмет, Көрли. Оқас жоқ. Мұнда көрсетілген ретімен жүріп көрейік. Жұмбақсый бізді күтуде. Жүріңдер! О, мәссаған! Бада, мұнаны қараш. Мәссаған. Таныс сияқты ма? Сенің бойтұмарың кілт екен. Өзім де солай ойлап едім. Мұнда қайдан жер? Мұнда кім қойып кеткен? Оның ерекше күші бар ма? Бәріңе мен жауап берейін. Бұл Экко жеріндегі ежелгі тас. Енді оның күші тек маған тиесілі. Зияnkестер, бізді аңдып жүргендерін біліп едім. Сендерге бұл картаны менен басқа кім жіберсін? Тасталу үшін маған осы бойтұмар керек болды. Ал сендер сеніп қалдыңдар. Ал енді жайланып отырыңдар. Себебі мәңгі осында қаласыңдар. Жап! Қуана-қуана басеке. Жоқ! Бұл жерден қалай шығамыз? Қалай? Профессордың жоғы өкінішті. Ол не істеу керегін білер еді. Естен артырыңдар, бәрің! Профессор! Сізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Қуанатын уақыт жоқ. Зұлымдарды тоқтатуымыз керек. Ақыры жеңдім ау. Енді қорғаушыларды ешқашан көрмеймін. Ешқашан. Осы жерден бұрылсақ, олардың жолын кесеміз. Солай істейік. Ал, абише, қиындыққа тап болған сияқтымыз. Бұл картада болған жоқ. Мақтапста қазір секіреміз. Қанекей! Мен жеңдім. Олар қалып қойды. Ай, Есма. Мүмкін емес. Жаман емес ұшқышым. Бірақ сен бізді жалғыз тоқтата алмайсың. Ол жалғыз деп кім айтты? Менің кезекшілігімде емес. Мүмкін емес. Мен жеңген едім ғой. Жақсы жүргізеді екенсің, бауырым, өзің сияқтаға. Иә, өте керемет болды, профессор. Әрине, керемет деген менің екінші атым ғой. Мен үнемі жер тасы туралы айтылғандар ежелгі аңыз деп ойлайтынмын. Иә, мен солай ойлайтынмын. Оны қорғауымыз керек. Және зерттеу керек. Ол рас әрине.
тек Джек оны өзімізге қалдыруға келіссе. Не дейсің, Джек? Джек? Шынымды айтсам, басқа ойымда болған жоқ. Жақсы, кездескенше, достар. Рахмет! Баданаму қорғаушылары. Қызықты фильм. Естідіңдер ме? Олар келе жатыр. Достар, қане, дайын болыңдар. Секіріңдер. Түсірілім аяқталды. Камераны өшіріңдер. 5-ші дубль түсірілді. Мәссаған, мұнда барлығы қанша камера бар? Көп. Ковбойлар жайлы фильм өте қызықты болуы керек. Иә, момон балақайлары туған күндеріне осындай фильм көргісі келеді Иә, екен. айтпақшы. Нағыз ковбойлар құлаққап тақпайды. Сәлем. Сәлем. Соңғы көріністі қашан түсіресіңдер? Барлығы киімдерін киіп түсірілімге дайын отыр. Сәлем. Сәлден соң келеміз. Жарайды, тездетіп жиналайық. Қараңдар, бір досымыз қашып барады. Оны өзім қуып жетем. Ковбойлар қалашығында кездескенше. Я, тамаша. Ендеше қалашыққа жол тарттық. Сталдым. Жарайсың, менің сүйкімді досым. Не болды, досым? Ал мыналар қайдан шықты? Зиянкестер. Олар ковбойлар қалашығына беттеп барады. Кеттік, Билли. Алға! Бұл соңғы көріністі түсіруге арналған таптырмас орын деп Бұл жер ойлаймын. шынайы қалашыққа ұқсайды екен. Солай сияқты. Қош келдіңдер. Шырындар дәмханасына төрлетіңдер. Сәлем. Сәлем. Жемі шырыны дайын, ұстаңдар. Асықпай ішіңдер, тамақтарың құрып қалмасын. Естідіңдер ме? Бірдеңе болғанға ұқсайды. Өздері қайда барады? Олар аналардан қашып барады. Зиянкестер! Дереу ішке кіріңдер. Дайындалыңдар. Қане жерге түсіріңдер. Шақыртусыз келгенім үшін кешірім сұраймын. Алайда қалашықты басып алудың керемет жолы осы деп шештім. Эсма қалашығына қош келдіңдер. Олар қалашықты қоршау қалды. Енді онда қалай кіреміз? Еңсемізді түсірмейік. Бада қала сыртында қалды.
Ал меніңше, ол сендерді құтқара алмайды. Бұл қалашықта заңды өзім бекітем. Өйткені мен тәртіп сақшысымын. Ал мен қалашықтағы ең қауіпті қылмыскерді ұстамайынша оңайлықпен берілмеймін. Бада балақай. Ха! Естерінде болсын, мен белгі бергенде бастайсыңдар. Ха, ал енді менің кезегім келді. Кемені төменге түсір, Грон. Hoppala. Қорғаушылар темір торға қамалды. Шырындар дәмханасында кокос шырыны тегін беріледі екен. Шарлардың желін шығарып, кемені ыңғайлы орынға жайғастар, Грон. Мұнда кідіретін сияқтымыз. Билеңдер, қорғаушылар, қане билеңдер. Ал енді көңілдірек билеңдер. Міне бұлай. Билеңдер, қорғаушылар, билеңдер. Тұтқындардың үрейін қашырдың ғой, Гоп. Тәртіп сақшысы білікті болса, тұтқындар бұйрықты бұлжытпай орындайды. Ендеше мұнан айтшы, торда неге бес қана қорғаушы билеп тұр? А? Неге? Әлбетте, биді толық құраммен билегендері әдемі көрінер еді. Алайда біз әлі дайындалып жатырмыз. Мен бұл жайында сұрап тұрған жоқпын. Эсма қалашығының қауіпті қылмыскері қайда? Бада балақай қайда? Мен іздедіңдер ме? Бада! Достарың темір тордың ар жағында. Оларды ешқашан босата алмайсың. Қолыңнан келмейді. Сен мұнда бекер келдің, қорғаушы. Гоп, сен тәртіп сақшысы емессің бе? Бірдеңе жасасаңшы. Сіз әкім, депутат, тіпті президентсіз. Міне сондықтан мен қауіпсіз жерден бақылап тұрамын. Алға! Әскер шабуылға дайын. Қане достар, мына зиянгестердің сазайын берейік. Тездетіңдер. Барлық шардың желін шығарып болды Месма. Ендеше оларды қайтарле. Дереу бұл жақтан ұшып кетуіміз керек. Үрлегіш құралмен, ақмам. Дайынсың ба, серіктес? Мына бәтеңке жарысқа арнайы тігілген. Ештеңені ұмытқан жоқсыңдар ма? Эко бөбектері. Орнынан қозғалма сұлу ару. Бәрі бітті, Гуп. Оларды босат. Мұны мен ғана шешем. Мен әлде тәртіп сақшысымын. Қалашықтың билігі менің қолымда. Екеуміз үшін бетпе-бет жүздесудің сәті туды. Сенің не ойлап тұрғаныңды білем. Бұл Гуп. Өз сондай мықты сән ғой. Әлемдегі ең жүйрік шабандоз. Ақылды зиянгес. Шындығында мына нәрсенің қалай жұмыс істейтінін білгім келген. Жақсы, түсіндім. Доғарыңдар. Қане, аспанға самға. Қараш, Есма, енді тәртіп сақшысы мен болам. Абайла, Грон, шарды кетесің. Мұның керемет болды, Бада. Рахмет, Поппи.
тездетуіміз керек. Сәлден соң Муму балақайлары осында келеді. Бірақ фильмді соңына дейін түсіріп үлгермейміз. Ал олар басқа сыйлықты қаламайды. Осы уақытқа дейін фильм түсірдің бе? Алай! Керемет фильм болатынына сенімдімін. Сендерді мақтан етем, қорғаушылар. Фильм патша балақайларының да көңілінен шықты, солай ма? Фильм Қазақстан ұлттық телеарнасында аударылып дыбысталды. 2021 жыл.